Сәлем, мына арнаға қара. Бір айда 1,8 миллион қаралым жинаған, және бұл арна монетизация қосылып, бір айлық табысы $5,000. Соған ұқсас ниша 30 видеоролик салған, 8 подписчик жиналған, мұны монетизация кнопкасы қосылып тұр. И мына статистикасына кірсек, бір айда 500 мың қаралым жинаған, и айлық табысы $897. Қазір не ниша деп ойланып отырсаңыздар, айта кетейін, бұл музыка викинг, яғни жауынгерге қатысты гео бойынша бұл жерде бірінші орын бізде Америка. Яғни американский ниша. Соған қатысты тағы да көптеген каналдар бар. Мысалы 42 видеоролик салып, тоже бұл жерде монетизацияға жеткен, 52 видеоролик салып, 47 подписчик жинаған, монетизация мұны көрсетіп тұр. Бізде бар. 30 видеоролик салған, 5,000 подписчигі бар. 28 видео салған, 2,000 подписчигі бар. Осы арна өзіме ұнайды. 24 видеоролик салған, 7,000 подписчигі бар. Бұлда монетизация бар, $3,000 табыс, айлық табысы. И және популярный видеоролигіне кірпесек, бір видеосы 900 мың қаралым жиналған. Менде мына дайын видеоролик жасап қойдым. Қазір сіздерді осылай жасап үйренетін боласыздар. Әзірше конкуренция аз, бірақ күнделікті осы нишада қаралым жинап жатыр. Новый канал ашасын, видеоролик саласын, бірден қаралым болады. Ол жақтан мен саған гарантты бере аламын. Тек қана видеороликті дұрыс жасау керек, оптимизациясын дұрыс жасау керек. Қазір видеороликті бірге істейтін боламыз. Және саған өлең айту керек емес, саған студия керек емес, инструмент керек емес, бәрі жасанды интеллект арқылы жасайсың. Ал жасанды интеллекттің бәрін тегін қолданасың қазір. Баяғыдай сіздерге пайдалы ақпарат, ал сізден сұрайтын тек лайк пен подписка. Достар, тіркеліп кетіңіздер. Құттықтап қойсаңыздар болады, жақын арада тағы да бір кнопка қоржынға алдым. YouTube-тан тыс ақпараттарды осы жаққа салып отырамын. Telegram сілтемесі YouTube каналының шапкасында тұр. Ең бірінші, кез келген конкуренттің каналын скрин жасап аламын. Клоудқа келіп, скриншотты саламын. Және төмен жағына осындай текст жазасыздар. Мне нужно создать видео в такой нише. Помоги мне придумать название, текст песни, стиль музыки. Стиль должен быть спокойным, атмосферным, в духе викингов. Бізде викинг деген сөз, ол ключевой сөз с дуэтом, исполнением. Также отдельно напиши стиль для суну, яғни мына жақта отдельно бәрін жасап берші. Мен толықты просто нақты пауза қойып оқысаңыздар болады, не сұрағанды. Так, мен жіберемін. Және бізге Клауд осындай форматта, осындай оформленияда бүкіл материалдарды дайындап берді. Мына название видеоролика осылай шығарып берді. Текст песни. Так, бұны мен көшіріп аламын. Полностью көшіріп аламын. Наяққа дейін келемін. Одан кейін суно айға өтеміз. Бұл жасанды интеллект музыка шығаратын жер. Бізге бастапқыда тегін түрде 50 кредит береді. 50 кредит арқылы 10 музыка жасай аласыздар. Кредит деген бөлімге өтесіздер. Бірінші жолға текстті қоясыздар. Келесі қадам промпт для суно. Промпт суноны скопировать ете аламын. Төмен жақта стиль деген барады. Ол жаққа қоясыздар. Create деген төменде басасыздар. Сіздерге 4 музыка дайындап береді, бірақ та бастапқы 2 музыкаға вообще назар аудармай қойыңыздар. Өйткені 5.5 Pro версияны сіздерге демо версиясы ретінде жасап береді. Оны бірақ та сіздер скачать ете алмайсыздар, сондықтан мән бермей қойыңыздар. Біз жазған тексті музыка ретінде айтып беріп жатыр. Және де бұл музыка әзірше маған ұнады. Бірақ осындай бағытта екінші нұсқасын бізге дайындап берді. Оны да тыңдап көрсек болады. И екі музыкасын біреусін таңдаймыз қазір. Екеуін де толықтай тыңдап шықтым, бірақ та маған бірінші нұсқасы ұнады. Сондықтан біріншісін қазір жүктеп алатын болам. Ол үшін 3 нүктені басамын. Download және MP3 аудио. Download. Музыкамыз жүктелетін болады. Келесі қадамымыз видеороликтер жасау. Мен 10 промпт сұрадым. Именно видео ставкаға маған берді. Бұл жақта просто әрқайсын жеке көшіріп алып, қазір флоуға кіреміз. Создать проект деген түймені басамыз. И бұл жақта тегін сіздер бастапқыда кірген кезде 150 кредит береді. Ол 15 видео жетеді. Одан кейін сол аккаунттан шығып кетесіздер. 1-2 сағаттан кірсеңіздер, сіздерді қайтын 50 доступны бонусы тұрады. Осыны қолдана бересіздер. Яғни бұның өзі 5 видеороликқа жетеді. Так, бағана промптты қоямын. Мына жақта настройкасын жасап жүрейік. Видео деген таңдайсыздар. Кадры 16:9, біреу
Био 3/1 лайтты таңдаңыздар, өйткені қалған екеуі бізде көбірек кредит сұрайды. Екіншісі 20 кредит, үшіншісі 100 кредит сұрайды. Сондықтан біз 10 ең азы керек. Давайте біз басамыз, и міне бізде видеоролик жасалып жатыр. Енді бұны күтпей келесі ашып жасай береміз. Яғни бірден қазір 5 видеороликқа жасап тастайтын боламыз. Міне бізге 5 видеоны дайындап берді. Енді 5-еуін де жүктеп аламыз. Кез келген бір музыка кіреміз, мына жақта скачать деген түймені басып, 720p разрешение скачать етіп аласыздар. Сөйтіп дальше кетеміз. Міне 5 видеомызды жүктедік. Келесі Google аккаунт арқылы кірдім. Міне тағы да 50 доступны бонусы. 5 видеоны да жүктеп алдым. Біздің материалдар дайын. Келесі қадамға өтейік. Қадамымыз промпт для превью. Flow арқылы істейміз. Промптты көшіріп аламын. Мына жақта изображение 16:9 4x, яғни Nano Banana Pro тұра берсін. И жібереміз. Бұл жақта картинка шығару тегін, шексіз. 1040 картинка создавать етсен де бәрі тегін. Міне бізге 4 нұсқаны берді. Қараңыздар. Маған именно мынау ұнап тұр. Мына үшеуінің арасында, өйткені мынау екеуі прям бізге камераға қарап тұр. Мына қыз оңға қарап тұр да. Фокус жоқ именно ортаға. Міне осы екеуі маған ұнады. Картинка все-таки пустой болып тұр. Бізге қазір текст керек. Үшін музыканың атын скопировать етіп аламын да, мына жаққа қоямын да. Добавь этот текст снизу по центру. И шрифт должен быть как у викингах. Жіберемін. Болады, қосып берді. Енді бұны скачать етіп аламыз. Осы нақты скачать етіп басамыз. И 2К разрешение ретінде. Келесі қадамымыз видеомонтаж. Бұл жақта қазір біз қолданатын функцияларды кез келген редакторда бар. Мен қазір Adobe Premiere Pro'ға бүкіл материалдарды жүктеймін. Так, мынаны выделять етіп аламын. Мынаны превьюдан қалдырамын. И мына жаққа саламын. Так, одан кейін келесі қадам музыканы бірінші төмен жағына қоямын. И мына жерде бағанағы видеороликтарды тоже таймлайнға қоятын боламын. Өзінің звуковой фонын удалить тастайын, өйткені керек емес. Және де бұлар жылдам қозғалады. А біздің музыкамыз медленный да, поэтому ұйқасу үшін мен келесі қадамым мынаның бәрін қазір шахматный порядка қоям. Өйткені бір-біріне тип қалмау үшін. Барлық стыковой видеороликтарды отметить етем. Одан кейін мышканың оң жағын басып, мына жақта спидтен басамын. Бізді спидті 50%-ке түсіремін. Яғни 8 секундтық видеороликті 16 секундтық жасаймыз. Біздің видеоролигіміз плавно қозғалу үшін Optical Flow дегенді таңдап OK деген басамын. Енді өз қатарына қоямын. Осындай музыка видео шықты бізде. Так, одан кейін мысалы мен бірінші наны қойғым келіп тұр. Бірінші видеороликқа мән беру керек, қандай видеороликтар қоятынымызда. Енді бұларды байқасаңыздар, бүкіл фонда тұрған жоқ, сондықтан мышканың оң жағын басып, Fill Frame деген басамын. И бізде төмен жақта VO деген қиқы бар. Оны алып тастау үшін кішкене үлкейтеміз и төменге түсіре саламын. Болды. Бұл осы позицияны скопировать етіп аламын да, барлығына тіркеймін. Все болды. Бір қалыпты болды. Және төмен жақта төбе жақта қарасаңыздар, пыльный не бар менде? Футаж бар. Оны енді өздеріңіз қосасыздар, қоспайсыздар, өз еркіндеріңіз. Дополнительно қос қойдым. Ол былай болып тұрады, ал именно видео келген кезде қатты байқалмайды. Каналдың өзі аты болады. Мысалы, мен каналдың атын мына жаққа қойып қойдым. Эмблема. Біздің видеомыз бірақ музыкаға жетпей қалды. Не істейміз? Бұны скопировать етіп аламыз, тағы да круговой жібереміз. Яғни қайтадан стыковой видеороликтар қайталанатындай жасаймыз. Так, кішкене жетпей қалды. Соңғы 2 видеороликті аламын да қоямын да. Артын удалить деп тастаймын. Ровно үшін артық заттарын алып тастаймын. Және маған бір нәрсені қосу керек, чтобы подписчиктер жинау үшін. Яғни подписка жаса деген. Сіздер YouTube'дан футажды скачать етіп аласыздар, подписка жаса деген сияқты. Міне 1 лет, мына жақта 1 лет, мына жақта 1 лет. Енді көрейік.
алып тастайын. Суығын алып тастайын. Мыналардың да суығын алып тастайын. Болды. Енді экспорт жасаймын. Экспорт бөліміне кіремін. Экспорт. Все, осымен видеоролик дайын. Енді бұл видеороликті YouTubeға саламыз. YouTubeға превьюны уже дайындап қойдық. Білесіздер, названиясы мені, описаниясы мені дайын тұр. Мына жақта енді менде Spotify-ға бұл музыкаларды әлі салған жоқпын. Салуға да болады. Instagram не салған жоқпыз. Жазсаңыздар болады оның бәрін. И теги. Вот, теги тоже дайын. Осылай достар, сұрақтарыңыз болса, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер де жасай алдыңыздар ма? Сол туралы айтып кетіңіздер комментарий міндетті түрде. Келесі видеороликте көріскенше.